Сәлеметсіздер ме, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан шығатын керемет орешки дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады, май қажет болады. Май 60%, одан жоғары алмаймыз, себебі орешницамыздың сыртына майларымыз ағып шығып кетеді. 60% майымызды осы ұнға біріктіріп, бір шетке қарай алып қоямыз. Енді таза ыдысымызға біз қантымыз бен жұмыртқамызды салып араластырамыз. Ең соңында сода мен уксусты гастетіп қосамыз. Осылай біріктіреміз массамызды. Осы массамызды жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Қантымыз еріген соң бұл массаны біз шетке қойып, ұнымыз бен майымызды біріктіреміз. Бұл бізде біріккеннен кейін осы массаның үстіне сұйық массамызды құйып, жақсылап құйып аламыз. Осының үстіне жаңағы айтқандағыдай ең соңында содамызды үстіне уксус құйып, гастетіп аламыз. Осы массаның барлығын жақсылап қамырды біріктіреміз. Біріктіріп болған соң тыңдырмай-ақ сразу дөңгелектеп шығара беруге болады шарикте. Барлығын 7-8 граммнан мен бөліп алдым. Менің орешницама 7-8 граммдық болады. Сіздердікіне өздеріңіздің орешницаңызға қарайсыздар. Осылай дөңгелектеп алдық, дайындап. Қызып тұрған орешницамыздың ішіне барлығын тізіп шығамыз. Менікіне 12 штук сияды. Бұдан үлкендеріне 10 граммдық, енді өздеріңіз салып көресіздер. Пысқан соң осылай шығарамыз. Мінекей керемет орешкиларымыз шығады. Осының ішіне ортасына сгущенканы жағамыз. Орех салуға да болады. Осындай керемет орешкилар шығады үй жағдайында. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.